Бүгінгі кешкі асты ерекше етіп дастарханға ұсынатын боламыз. Қыздар, видеоны жіберіп алмай, соңына дейін қарап үйреніп алың. Ең алдымен тауықтың аяқтарына дәмдеуіштер қосамыз. Ол жерге мен паприка, тұз, бұрыш, қара бұрыш және де 2 қасық соевый соус, кетчуп және де 2 қасық майонез қостым. Барлығын жақсылап араластырып 1 сағат мөлшерінде маринадтап қоямыз. Келесіде шұңғыл табамызға осы біздің тауықтың аяқтарын салып, қызып тұрған пешке 180 градусқа 40 минуттай қып-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Тауық аяқтары пісқанша қыздар, келесіде осылай біз күріштерді пісіріп аламыз. Ол үшін майды қойып, күрішті жақсылап қуырып аламыз. Үстіне тұзды салып және де қайнаған суды қойып бұқтырып қоямыз. Келесіде күріш дайын болғанша біз ортасына салатын салат дайындаймыз. Оған біз 40 қабат сәбіз және де тұз, бұрыш, тағы да дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, үстіне майды қыздырып құйып аласыздар. Келесіде тамағымызды дәмдірек, әдемі қылып көрсететіндей қылып, осылай менің видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болады. Күріштің ортасына осылай мен жүгірінді қолдандым. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Келесіде табағымызға осылай күрішті орналастырып болғаннан кейін пеште қып-қызыл болып пісіп шыққан біздің тауықтың аяқтарын осылай шет жақтарына орналастырамыз. Барлық тауық аяқтарын осылай орналастырып шыққаннан кейін ортасына біздің жаңағы тәбет ашырлықтай салатымызды салып ұсынатын боламыз. Мінекей қыздар, біздің кешкі асымыз дайын болды. Арасында осылай тамақтың түрін де өзгертіп дастарханға ұсынсаңыздар, тамақтарыңыздан түк қалдырмай жеп қоятын болады.